Белгілі мақсаты бар адам өте күрделі жолмен де алға жүріп отырады, ал мақсаты жоқ адам жазық жолмен де ілгерілей алмайды. Карлейль. Бұл жауабын әрбір адам білуі тиіс 5 сұрақ. Есіңізде сақтаңыз. Бай адам болу үшін алдымен аз ақшаны басқара білу қажет, және бай адамдар секілді ойлай білу керек. Адамдар алдымен ақылды, содан соң бай болады. Бай адамдар ақша үшін емес, шеберлік үшін, шыңдалу үшін жұмыс істейді. Өз істерінің шебері болғаннан кейін өз жұмыстарынан рахат алады. Себебі оларда өз істеріне деген құштарлық пайда болады. Өз істерінен тек шебер адамдар ғана ғанибет ала алады. Тіпті өлім бізден нені тартып ала алмайтынын білесіз бе? Бізбен не мәңгілік қалады? Бұл біздің шеберлігіміз, біздің қабілетіміз, олар бізбен мәңгілік бірге. Сондықтан, егер бай адамның байлығын тартып алса, бірнеше жылдан кейін ол қайтадан байып кетеді. Себебі өз байлығынан айырылса да, ол өз білімін, ойлау қабілетін, шеберлігін, яғни оны бай адам қылған барлық қасиеттерін өзіне сақтайды. Осыған байланысты ежелгі грек философы Биант ант жөнінде өнегелі әңгіме бар. Парсы патшасы Кир Ионадағы Приена қаласын басып алғанда, тұрғындар өзінің ең қымбат заттарын алып қаладан кете бастайды. Бірақ Биант ғана ештеңе алмастан шықты. Оның бұл ісіне таңданған қала тұрғындары Биантта неге құр қолы шыққандығы жөнінде сұрай бастады. Оған философ былай деп жауап берді: менікінің барлығы өзіммен. Бұл арқылы ол өзіндегі білімнің материалды құндылықтардан артық екендігін жеткізген болатын. Шындығында да, біраз уақыт өткеннен кейін көптеген қала тұрғындары бар заттарынан айырылып, нанға қалай ақша табу жолын білмей жүрді. Ал Биант болса, 7 данышпанның бірі бола отырып, адамдарға білім беріп, одан түскен ақшамен тіпті басқа тұрғындармен бөлісіп отырды. Оның айтқан сөздері қанатты сөздерге айналды. Бірақ өмір көп қырлы, сондықтан ақшаны сізді қоршап тұрған ортамен байланыссыз бөлек қарастыруға болмайды. Алдымен сізге неліктен бай болғыңыз келеді, оның себебін білу керек. Егер күніне 100 рет мен бай болғым келеді, мен баймын, мен өте бай адаммын деп айтсаңыз, сіз бай боласыз ба? Ақша байлықтың көзі емес, түрінен қуаныш пен бақыт нышаны байқалмайтын бай адамдар да бар. Сіз неге бай болғыңыз келеді деген сұраққа жауап іздеп көріңізші. Себеп болуы керек. Осы себеп өміріңіздің мақсатымен байланысты болады. Менің сауалыма жазбаша түрде жауап беруге болады. Бірақ кімнің бай болғысы келмейді, барлығы қалайды деген қарабайыр тіркестер жазбаңыз. Ол себеп сіздің ішкі бағытыңызды, сіздің армандарыңызды, сіздің өмірге деген көзқарасыңызды көрсетуі тиіс. Ол құрдастарыңыздың көзқарастары емес, тек сіздікі болуы тиіс. Бірінші, ақшамен қандай қатынаста болу керек? Ақша қоғамдық жетістіктің өлшемі. Клейсон. Сіздің ақшаға деген көзқарасыңыз. Ақшаны бөлек қарастыруға болмайды. Сіз не үшін бай болғыңыз келеді? Сізге себеп қажет. Енді бірінші сұраққа жауап беріп көріңіз. Сіз ақшаға қалай қарайсыз? Ақша сізге тіршілік ету үшін қажет пе, әлде жақсы өмір сүру құралы ма? Ақша адамды бұзады ма, әлде ақшаның болмау кесірінен отбасылы не бақытты бола алмадыңыз ба? Әркімнің өз көзқарасы бар. Естеріңізге түсіріп көріңіз. Бала күнімізде қандай әңгімелер еститін едік? Ақша адамды бұзады. Кішкентай балаларға ақша беруге болмайды. Сіз бай адамның рахымды болғаны туралы фильм көрдіңіз бе? Біз бай адамдарды жоқ қоғамдық құрылыста өсіп ер жеттік. Кейбір адамдар басқаларынан жағдайы сәл жақсырақ болды, бірақ бай болмады. Барлығы көп ақшалы болудан қорықты. Егер сізде 2 велосипед, әдемі көлік және шатырыңыз басқалардан биік болса, бұл сырттай мінеужілікке себеп болатын. Қазіргі жастарда өмірге жаңа көзқарас қалыптасқан, алайда буындағы едәуір адамдар әлі де бұрынғы көзқарасты ұстануда. Заман өзгерді, алайда көп адамдардың санасы әлі де жаңа өмір тәртібіне үйрене қойған жоқ.
Сондықтан олар мен көп ақшаны не қыламын, жанұяда тыныштық болса, ұрыс-керіс болмаса, балалардың дені сау болса болды деп ойлайды. Үлкен ақша мұндай отбасыларға бақытсыздық алып келуі мүмкін. Себебі бай отбасыларда барлығы жақсы болмайды деген мысалдарға сенеді. Жүйе мұндай ақпараттар біздің еркімізге қарамастан саналы деңгейде жұмыс істейді. Кей кездері біз бай болғымыз келеді, бірақ өзіміз байқамастан ақшаны алыстатамыз. Діни адам былай ойлауы мүмкін: көп ақшаның салдарынан жұмаққа түсе алмаймын. Мен бай болмасам да жақсы, адал адаммын. Бай адамдарға қараңызшы, олар саясатқа араласады, заңды бұзады, адамдарды алдайды. Бұл қате түсінік. Әлемде бай және адал адамдар көп. Сіз де өзіңіз армандаған жоғары дәулеттілікке лайықтысыз. Сіздің де әр қолыңызда 5 саусақ бар. Сіздің бір саусағыңыз басқасынан қажеттірек деп ойламайсыз ба? Барлық саусақтарыңыздың маңыздылығы бірдей. Енді саусақтарымызды біртіндеп бөге отырып, әр адам үшін маңызды заттарды талқылайық. Бірінші саусақ – сіздің отбасыңыз, отбасылық тыныштығыңыз, сіздің жанұяңыз қамсыз болуы тиіс. Болмаған жағдайда сіз тыныш өмір сүре отырып жұмыс істей алмайсыз. Екінші саусағыңыз – денсаулығыңыз. Бұл жерде артық түсіндірудің қажеті жоқ. Үшінші саусақ – бұл ақша. Ақша отбасы мен денсаулық тәрізді маңыздылыққа ие. Кей адамдар алдымен ақша табу үшін денсаулығын құртады, ал сосын денсаулығын қалпына келтіру үшін тапқан ақшасын жұмсайды. Осылайша өмір өтеді. Төртінші саусақ – бұл өз-өзіңізді сезіне білу. Өз-өзіңізді сезіне білу – бұл өзіңізді өмірде кім ретінде сезіну жолы. Әдетте бұл жағдайға ешкім көңіл аудармайды. Сондықтан көңіл күйде де, жұмыста да өзгерістер болып тұрады. Өзіңізді жақсы сезіну үшін өмірде өзіңізді кім деп ойлайтыныңыз, кім деп көретініңіз, кім деп сезінетініңізді анықтап алу қажет. Сондықтан әр күніңіз нәтижелі болатыны анық. Егер адамның көңіл-күйі жақсы болса, жұмысы да өнімді болады. Ал егер жұмысы жақсы жүрсе, демек жұбайы да, балалары да риза болады. Бесінші саусағыңыз – бұл өміріңіздің мақсаты. Барлық айтылған заттардың маңыздылығы бірдей. Алдымен қызмет, содан кейін ғана тұрмысқа шығу немесе үйленуіме болады деп есептейтін адамдар бар. Немесе алдымен ақша табу керек, қалғаны содан кейін белгілі болады. Бұл көзқарас дұрыс емес. Өмірдің барлық саласы бірдей маңызды. Өмірді кейінге қалдыруға болмайды. Энергияның 4 түрі. Бірінші дене, екінші сана, үшінші жан, төртінші рух. Сыртқы және ішкі энергияның 4 түрінің гармониясы сізді жетістікке жеткізеді. Егер ақылыңыз дұрыс жұмыс істесін десеңіз, денеңізді қалыпта ұстаңыз. Декарт. Дене. Сіз спортпен шұғылданып, дене бітіміңіз жақсы болса, сәйкесінше өзіңізге сенімді адам боласыз. Физикалық дамуды елемейтіндер осы әрекетімен адамда балалық шағынан бастап қалыптасқан дене мен сананың үйлесімін бұзады. Енді жүріп үйренген бала тоқтамай қимылдайды, жүгіреді, секіреді, домаланады, ағашқа шығады. Осы арқылы ол өзінің ақыл-парасатының дамуын қамтамасыз етеді. Дене шынықтыру жаттығулары адам миының белсенділігіне ықпал ететіндігі бұрыннан бері дәлелденген жағдай. Кез келген спорт жаттығулары және ең қарапайымдары да ойлау үрдісін ынталандырады. Сондықтан көп адамдар жаяу жүру кезінде жақсы ойланады. Сіздің рухани жағдайыңыз тікелей дене жағдайыңызбен байланысты. Қандай данышпан болса да, кез келген адам өмірінде өз арқылы беретін мүмкіндіктің миллионнан бірін ғана қолданады. Дубинин. Сана. Сіздің санаңыздың мүмкіндіктері шексіз. Өзіңізді есте сақтау қабілетіңізді, ойлау қабілетіңізді, интеллектуалды қабілетіңізді арттырып отырыңыз. Сіздің санаңыз ең батыл армандарыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Сіздің қабілетіңіз, мүмкіндіктеріңізді, соның ішінде қызметтік мүмкіндіктеріңізді анықтайтын құрал екенін есіңізден шығармаңыз. Аралар туралы әңгіме.
Аралар не істей алады және олардың қабілеттері қандай? Аралар бал жинай алады, өз үйлерін сала алады. Сонымен бірге жәндіктер арасында тек араларда ғана сәулетші қабілеттері бар. Гүлдерді тозаңдандырады, кеңістікте жақсы бейімделеді, ұрпақ қалдырады, өз үйін қорғайды. Кеңістігіне басып кіргенде аралар не істей алатындығы барлығымызға мәлім. Аралар бір-бірін тани алады және бір-біріне ақпарат бере алады. Сонымен қатар олар қажетті температураны сақтап тұра алады. Аралар 49 қабілетке ие екен. Оның миында неше жасуша бар екенін білесіз бе? Тек 10 000 жасуша. Адамдар көп жағдайда аралар секілді өз мүмкіндіктерін қолдана алмайтындығы өкінішті. Адамдағы 360 000 жасушасына қарамастан мүмкін емес. Ғалымдардың есептеуі бойынша, оларды көп қабатты үй секілді бір-біріне қабаттап қойса, оның биіктігі айға 14 рет барып қайтатындай аралықта тең болушы еді. Жан. Барлық ата-аналар өз балаларын жақсы көреді және оларға білім беру үшін жұмыс істеп ақша табуға тырысады. Жалпы қарағанда оларға жұмыс емес, балалардың білім алуы керек. Бұл ата-ананың махаббаты. Оларды бала емес, махаббат жұмыс істеуге итермелейді. Бір қызығы, ата-аналар дарынды балаларды қаттырақ жақсы көреді. Егер ер адам әйел адамды жақсы көрсе, ол өз махаббаты үшін өмірін қиюға дайын болады. Оның қалағанының барлығын жасайды. Бұл махаббаттың күші болып табылады. Адам сүйген кезде тауды да қопаруға дайын болады. Жанның мұндай жағдайы шабыттану кез келген істе таңқаларлық нәтижеге жетуге мүмкіндік береді. Қиын кезеңдерде, ауыспалы уақыттарда ер адамдармен салыстырғанда әйелдер жылдам өзгеріп бейімделеді. Өзгеріп бейімделуге аналық сезім ықпал етеді. Әйелдермен салыстырғанда ер адамдар парасаттырақ болып, баяғыда естіп қабылдаған ескі ақпаратты қолданып торығуға тап болады. Және бұл мүмкін емес, мұндай жағдайға ешқашан болмаған деп ойлайды. Ер адамдар үйреніп болғанша әйелдер едәуір жетістіктерге қол жеткізеді. Тіпті ер адамдар да белгілі жетістіктерге жетеді. Әдетте бұл қасында жігерлендіретін әйелдің болуына байланысты. Әйел тек қымбаттым, қалай ойлайсың, мүмкін бұлай жасармыз деп ұсыныс жасай алады. Әйел адамдар тек ой тастайды, ал ол ойланып, саралап, солай жасалу мүмкіндігін қарастырады. Ал содан соң барлығына өзі жеткендей кейіп танытады. Бір құпия бар. Жетістікке жеткен кез келген ер адам біреу көмектескен жағдайда да барлығын өзім жасадым деп айтады. Кез келген жетістікті ол өз жетістігім деп есептейді. Оған қуанады және бұл оған сенімділік береді. Ал егер әйел адам жетістікке жетсе, ол мұны жай ғана кездейсоқтық деп есептейді. Нақыл, байлық, жетістік және махаббат. Бір әйел үйінен шығып бара жатып, өз кіреберісіндегі ұзын ақсақал үш шалды көреді. Әйел оларды танымай былай деді: мен сіздерді танымаймын, бірақ сіздердің қарындарыңыз аш болар. Өтінемін, үйге кіріп, бізбен бірге түскі ас ішіңіздер деп. Бұл үйге бірге кірмейміз, деді олар. Неге екенін білуге болады ма? Ақсақалдардың бірі әрқайсысын нұсқай отырып түсіндірді. Оның аты байлық, ал екіншісінің аты жетістік. Менің атым махаббат. Үйіңе қайтып бар да, жолдасыңмен ақылдас, қайсымызды шақыратындарыңды. Әйел адам үйіне барып болған жайды күйеуіне айтады. Күйеуі қуанып былай дейді: қандай жақсы, байлықты шақырайық. Біздің үйімізге кіріп молшылыққа толтырсын. Әйелі күйеуімен келісетініне сенімсіз болып: қымбаттым менің, бізге неге жетістікті шақырмасқа? Махаббат дұрыс сияқты, деді барлығын естіп жүгіріп кірген қызы. Ойлаңдаршы, үйіміз махаббатқа толса қандай керемет болады. Қызымыздың айтқанын жасайық, деді күйеуі әйеліне. Шықта махаббатты біздің қонағымыз болуға шақыр. Әйелі шығып үш ақсақалдан сұрады: сіздердің қайсыларыңыз махаббатсыз? Өтінем, жүріңіз, біздің қонағымыз болыңыз. Ақсақалдардың біреуі тұрып үйге беттеді. Қалған екеуі тұрып оның соңынан ерді. Таңданған жетістік пен байлықтан қарап: мен тек махаббатты шақырдым, сіздер неге еріп келе жатырсыздар?
Олар былай деді: егер сіз тек байлықты немесе тек жетістікті шақырсаңыз, басқалары сыртта қалар еді. Ал сіз махаббатты шақырдыңыз, ол қайда барса да біз соның соңынан ереміз. Төртінші — рух. Рух үш қуаттың, яғни энергия, үйлесімі нәтижесінде пайда болады. Кей адамдар: мен рухани жағынан дамып, жетіліп жатырмын дейді. Маған ақшаның не керегі бар? Материалды жағдай мен қызықтырмайды. Мен оның барлығынан жоғарымын. Бірақ үйді қалай іргетассыз салуға болады? Іргетас қажет. Мұнда да дәл сондай жағдай. Дене бітімің сау болмаса, рухани да дами алмайсың. Сіздің денеңіз физикалық объект. Оның өзінің қажеттіліктері бар. Сіздің рухани жағдайыңыз көбінесе сіздің физикалық жағдайыңызға байланысты. Дені сау, жаны сау деген халық даналығы бекер айтылмаған. Рух күштілігі сіз барлығын ойланып шешім қабылдаған кезде білінеді. Сіз кедергілерге қарамастан жеңісті көксейсіз. Сіздің болашағыңыз рухани күштілігіңізге тәуелді болып табылады. 4 сыртқы энергия 4 ішкі энергияны тартады. Бірінші — ақша. Сіз көп ақша тапқан сайын өзіңізді жақсы сезінесіз және өзіңізді қайырымды сезінесіз. Алайда қайырымдылықты да түрі болады. Әлсіздіктен туындаған қайырымдылық пен күштің негізінде пайда болған қайырымдылық. Адамдар байлықты әртүрлі қабылдайды. Біреулері ақша пайда болғанда тәкаппар және басқаша амандасатын, тіпті кейде амандаспай да басқа адамдарды елемей де кетеді. Ол өзін маңызды сезініп, басқаларға жоғарыдан қарап, ылғи жұмыс бастылыққа жүгініп, жиналыстар туралы айтып, туыстармен араласпай, тіпті маңызды іс-шараларға шақырса да бармайтын болып кетеді. Ол қырсық, қазымыр, мінегіш болып кетеді. Оған тіпті тамақ ұсынуға ыдыс немесе оған деген ықылас ұнамай отырады. Себебі оның қайырымдылығы әлсіздігінен болып табылады. Егер ондай адамның ақшасы одан сайын көбейсе, ол өзін жоғалтып алады, шынайы өмірмен байланысын жоғалтады. Әлсіздіктен туындаған қайырымдылық барлығынан көрініс табады. Сіз ақша жинайсыз ба? Біреулер былай деуі мүмкін: егер мен көп ақша тапсам, жинайтын едім. Алайда бұл жалған. Көптеген ұғым сізді өзгерте алмайды. Егер сіздің қайырымдылығыңыз әлсіздіктен туындап отырса, ақша көбейген сайын сіздің әлсіздігіңіз арта түседі. Егер сіз ішімдікке бейім болсаңыз, одан көп іше бастайсыз. Егер сіз дүкенге баруды жақсы көрсеңіз, ертеден кешке дейін дүкен аралайтын боласыз. Егер саясатқа қызықсаңыз, билікке жету үшін ақша жұмсайсыз. Ақша электр қуатын бөлетін генератор тәрізді. Үйді жарықтандыруға, үй жұмыстарын бітіруге, тамақ пісіруге мүмкіндік береді. Алайда, егер қауіпсіздік ережелерін білмесе, қарапайым заттардың өзі қауіпті болуы мүмкін. Егер сіздің жұбайыңыз сізге түрлі жағдайларға байланысты, тіпті мардымсыз заттарға қатысты болсын, жиі наразылық білдіріп, талап қоятын болса, сіз оның еркіне көніп мақұлдайсыз. Алайда неге екені белгісіз, талап көбейе түседі. Немесе сіз әрдайым ұрсып, ызыңдап отыратын адаммен жұмыс істеп отырасыз. Және сіз не істесеңіз де, қалай тырыссаңыз да оның көңіліне шықпайсыз. Ол ызыңдауын тоқтатпайды. Себебі көп деген ұғым әдетті өзгертпейді, мінезге ықпал ете алмайды. Ақша сізге пайдасын тигізіп бақытқа бөлеу үшін сізге кей заттарды білу керек. Қайырымдылық күштіліктен туындауы тиіс. Күшті болғанына байланысты қайырымды адамдар бар. Олар бай болған сайын бұдан да қайырымды бола түседі. Әдетте өз күшімен барлығына жеткен бай адамдар шын мәнінде өте қайырымды болып табылады. Олар біреуге қолдау көрсетуді, біреуге шынымен көмектесуді армандайды. Олар өз білімдерін үйрету үшін жақсы шәкірт тапқысы келеді. Себебі олардың қайырымдылығы күштілігінен туындаған. Сондықтан өзіңізді басынан бастап өзгертіңіз. Қайырымдылығыңыз күштілігіңізден туындасын. Кейін сіз көп затқа қол жеткізгенде бұл жақсы істеріңізден көрінуі тиіс. Сыртқы энергияның екінші, үшінші және 4 түрлерін біз сіздермен мен және ақша кітабының 2 бөлімінде қарастырамыз. Жетістіктің 5 түрлі деңгейі: А. Қолға алынған істер. Б. Техника. С. Мойындау. Д. Ұпай. Е. Өз-өзіңді жаңадан тану. Әлденені білудің жалғыз мүмкіндігі бір нәрсені істеу. Шоу.
Қолға алған істер. Сіз өз өміріңізде белгілі істерді қолға алғандығыңызбен келісесіз. Сіздің іс-әрекеттеріңіздің нәтижесі – ол сіздің жеткен жетістігіңіз. Сіздің бүгінгі өмір сүру деңгейіңіз – бұл сіздің кешегі ойларыңыз, кешегі армандарыңыз. Егер сіз өміріңізді өзгерткіңіз келсе, сізге кешегі жасағаныңыздан, кешегіден көбірек зат жасауыңыз қажет. Алайда сіз «мен көп істедім, бірақ ештеңе өзгерген жоқ» деуіңіз мүмкін. Бұл олай емес. Құмырсқаны қараңыз. Ол ешқашан тоқтамайды. Оны кедергіге толы жолдар тоқтатпайды. Ол ылғи да шешімін іздейді және табады. Оның табандылығы, мақсаттылығы және еңбекқорлығына қызыға қарауға болады. Ол үшін өте алмайтын қамал мен жете алмайтын мақсат жоқ. Кейбір адамдар өз армандарынан бірнеше қадам ғана қалғанда бас тартады. Себебі оларда табандылық, қажырлылық, ерік пен өзіне деген сенімділік жетіспейді. Піл туралы нақыл. Бір бала циркке баруды өте жақсы көрді. Оған көркем де көңілді қойылымдар ұнады. Бір күні олардың қаласына аңдар бар цирк келді. Ол әкесін циркке апаруды өтінді. Балаға ең қатты ұнағаны піл. Ол керемет заттар істеді. Ауыр заттарды көтерді, жеңгелік етті, артқы аяқтарымен жүрді. Қойылымнан кейін бала пілді жақыннан көргісі келіп, әкесін жануарлар тұрған торлардың қасына алып баруын сұрады. Онда ол пілдің бір аяғынан байланғанын және қазықтың жерге қағылғанын көрді. Мұндай алып піл қазықты суырып шығып кету түкке тұрмайтын шаруа еді. Әке, піл неге орманға, еркіндікке кетпейді? Мұны жасау оған түкке тұрмайды ғой, деп сұрады бала әкесінен. Оның күші көп қой. Себебі ол үйренген және мұндай жағдайға дағдыланып кеткен. Сонымен бірге оны кішкентай кезінде ұстап алған және шынымен де шынжырмен қатты байлап қойған. Кішкентай кезінде ол күнде бостандыққа шыққысы келіп, шынжырдан босануға бар күшін салған. Екінші аяғымен теуіп шықпақ болған. Ақырында күші бітіп шаршайтын болған. Соңында ол өзінің күші жетпейтіндігіне сеніп, өз тағдырын мойындап, бостандыққа шыға алмайтынын түсінген күн жетті. Қазір ол үлкен, күшті піл бола тұра бостандыққа шыға алмайтындығына сенімді. Ол бір шыға алмағандығын әлі ұмытқан жоқ және әлі күнге ол қолынан келмейді деп ойлайды. Және ең жаманы, ол өзінің күші мен мүмкіндіктерін байқап көруге тырыспады. Техника. Техника бұл бағытты таңдау. Сізге көп уақытты босқа кетірмеу үшін техниканы білу қажет. Мектепті бітірген соң әдетте адамдар өзіне мамандық таңдайды. Біреулер инженер, біреулер педагог, біреулер заңгер болады. Бұл техника. Сіздің мамандығыңыз сіздің таңдауыңыз. Кәсіпкерлік саласында техника сіз таңдаған сала. Өзіңізге жақын саланы таңдаңыз. Мойындау. Көп адамдар 3-ші деңгейге дейін ғана көтеріледі. Мысалы, сіз өзіңізге «Я, мен жақсы қызметкер, жақсы адаммын» деп айтасыз. Мен сыйластықпен мойындауға лайықпын. Менің балаларым мені жақсы көреді. Ата-анам, туыстарым, достарым, жақындарым мен туралы тек жақсы заттар айтады. Қызметтестерім сыйлайды. Осылай өзімізді жұбатамыз. Біз барлығымыз 3 деңгейден өтеміз де, осы 3-ші деңгейге көпшілігі тоқтап қалады. Олар тіпті 4-ші деңгейге көтерілуге тырыспайды да, тоқтап қалады. Олар армандаудан бас тартқандай тырысуды тоқтатады. Әдетте адамдар былай ойлайды. Мен қызметімді жасадым, сыйлауға, мойындауға лайық болдым. Менде ақша бар, жұмыс бар, жақсы отбасым бар, балаларым тоқ, киімім бүтін, барлығы жақсы, барлығы дұрыс. Осы жағдайда ол баспалдақпен жоғары көтерілуден бас тартып, орташа жетістік деңгейіне разылық танытады. Маған келген адамдар былай дейді: менің 20 жылдық жұмыс өтілім бар. Мен былай деп жауап беремін: жоқ, сіздің жұмыс өтіліңіз 1 жыл ғана. Сіз оны тек 20 жыл қайталадыңыз. Себебі тәжірибе жинауға тек 1 жыл уақыт кетеді, қалған жылдары қайталау болады. 3-ші деңгейде тоқтаған кезде адамдар өздерінің бастапқы арман мақсаттарын ұмытып, әрі қарай жалғастырғысы келмейді. Одан жоғары 4-ші деңгей бар емес пе? Егер сіз соған көтерілсеңіз, 5-ші деңгейге де жете аласыз. 4-ші деңгейде ештеңе өзгермейді. Бұл өтпелі деңгей. Өзгеріс тек 5-ші деңгейде болады. Жарты жолда тоқтамаңыз. Батылыңызды жинап, 4-ші деңгейге өтіңіз. Өз мақсатыңызға батыл түрде ұмтылыңыз.
Көзілдірік. Мейірімді адам өзін кінәлайды, мүсәпір адам өзгелерді кінәлайды. Конфуций. Қалай айтқанда да төртінші деңгей өте маңызды. Бодо Шефер оны адамның ойлау деңгейін меңзей отырып көзілдірік деп атайды. Көзілдірікті болу дегеніміз мына өмірге өз көзқарасыңмен қарау, көптеген екінші саптағы заттардың маңыздылығын көре білу. Мысалы, біз әйелімізге қарап мынадай ойға келеміз: сәл ғана тіл алғыш болса ғой. Немесе күйеуімізге қарап, ол жақсы, бірақ сәл ғана ақылдырақ болса одан күшті болар еді деп ойлаймыз. Өз көзілдірігіміз арқылы қарағанда біз көп затты ойымыздан шығарып аламыз, жиі шындықты көре бермейміз. Бізге дұрыс өмір сүру керек. Егер адамның көзілдірігі жаман болса, ол байлық дегеннің не екендігін, оның мағынасын түсінбейді. Ауқаттылықтың мағынасын түсінуге көмектесетін дұрыс көзілдірік қажет. Бай болған әлдеқайда жақсы. Сіз кедей адамды тамақтандыра аласыз, жолаушыны қонақ ете аласыз, қарт адамдарға көмек бере аласыз. Мүмкіндігі жоқ, бірақ жақсы оқитын студент үшін оқудың ақшасын төлеп бере аласыз. Ауру балаларға көмектесе аласыз. Әлемде 3 миллиард адам күніне $1 өмір сүреді. 2 миллиард адам оқып жаза алмайды. 1 миллиард адамның қарны аш. Олармен салыстырғанда біздің тұрмысымыз әлдеқайда жақсы. Бірақ есімізге алайық, қиналған шақта бізге қолдау көрсеткен адамдар болды. Сондықтан біз айналамыздағы адамдарды қолдап, көмектесуге міндеттіміз. Әлемде мұқтаж адамдар өте көп, тіпті біздің жақындарымыздың арасынан да табылады. Сіз менің көмегім не болады? Олары тым көп деп ойлауыңыз мүмкін. Оған мен былай деп нақыл айту арқылы жауап беремін. Бір күні демалушы жағажайда демалып жүреді. Теңіз, ылғалды құм, жел, батып бара жатқан күн. Қандай сұлулық! Кенеттен алыстан бір адамды көреді. Ол еңкейіп қолына бір зат алып суға лақтырды. Содан соң қайта еңкейді. Ер адам жақындап барғанда оның жағаға шайылып шығып жатқан теңіз жұлдыздарын қайта теңізге лақтырып жатқандығын көреді. Ол таңданып сұрайды: қайырлы кеш, немен айналысып отырсыз? Мен теңіз жұлдыздарын тіршілік ету ортасына қайтарып жатырмын. Қазір судың көтерілуі тым баяу, сондықтан жұлдыздардың барлығы жағада қалып қойып жатыр. Егер оларды қайта теңізге лақтырмаса, олар өледі. Мен түсініп тұрмын, алайда жағажайда ондай жұлдыздардың мыңдағаны бар ғой. Олардың барлығын қайтару мүмкін емес. Олар тым көп. Жағадағы жүздеген жағажайда да осы жағдай емес пе? Сіз ештеңе өзгерте алмайтыныңызды түсінбейсіз бе? Әлгі адам күліп тағы да еңкейіп тағы бір теңіз жұлдызын қолына алып былай деп жауап береді: мынау үшін бірдеңе өзгереді. Бір күні мен бір жігіттен қанша ақша табасың деп сұрадым. Ол $300 деп жауап берді. Мен неге $2000 емес деп сұрадым. Ол ойланып тұрып, осы уақытқа дейін оған ешкім мұндай сұрақ қоймағандығын, ешкім бұл туралы сөйлеспегендігін айтты. Біреу оған оның мүмкіндіктері туралы айтуға, оның одан көп ақша таба алатындығы туралы айтуға, өз күшіне сенімділік беруге міндетті секілді. Ал енді өзіңізден неге қазіргі тауып отырған ақшаңыздан көп таба алмайтындығыңыз жөнінде сұрап көріңіз, жауабын қысқартып жазыңыз. Әдемі сөздер жазып ақталып шықтыңыз, солай ма? Маған осы сауалды қойғанда мен өз мемлекетімді, өзім жұмыс істейтін зауытты, барлық тәжіктерді кінәлап шықтым. Бұл шындық болатын, алайда мен қашып жүрген шындық болды. Бұл менің өмірде нені қалайтындығым жөнінде сауал болды. Міне, осы көзілдірік болып табылады. Ақталу сөздерін кез келген уақытта табуға болады. Алайда сіз ылғи ақталуды қажет ететін жағдайда болғыңыз келеді ме? Ешқандай ақталу нәтижені алмастырмайды. Барлығын өзгертіп, мақсатыңа қол жеткізіп, армандарыңды жүзеге асырған жақсы емес пе? Кей кездері шешім біз ойлаған жерде болмайды. Сыртқы жағдайлар алдамшы болады. Және бір қалыпты күндерде біз маңызды заттарды байқамай қалып жатамыз. Ойланыңыз, егер сіз бай болсаңыз, атақты суретшілер салған суреттерін сатып ала аласыз. Сіз кез келген музыканы тыңдап, армандаған көлігіңіз бен тұрмыстық техниканы ала аласыз. Ал дүкенге кіргенде баға туралы ойламасаңыз да болады. Міне, осы қаржылық еркіндік деп аталады. Барлығымыз да жоғары затқа лайықпыз және оған қол жеткізе аламыз.
Төртінші деңгей дұрыс көзілдірікті табу кезеңі. Бұл деңгей қиын әрі өзіндік ерекшеліктері бар. Алдымен бақылаушы, оқушы болыңыз. Кейде оқушы болғаннан ұстаз болған оңай болады. Мынадай әңгіме бар. Шәкірт өз ұстазына келіп, мен өмірдің сырын түсінгім келеді және мұны сізден үйрене аламын. Ұстаз оған өзі туралы айтып беруін сұрайды. Шәкірт оған қайда оқығандығы, қандай жетістікке жеткендігі, қандай тәжірибе алғандығы туралы айтып, бірнеше мысалдар келтірді. Ал кейін ұстаз оған білім бере бастағанда мынаны байқап айтады. Ұстаз, былай болғанда былай дұрыс болар еді. Келесі сабақта ол, неге былай көрмеске, одан кейін сабақта біз бұны басқаша жасай аламыз ба дейді. Сонда ұстаз былай деді. Көрдің бе, ұстаз болған оңай, ал шәкірт болған қиын. Көзілдірік кез келген жағдайдан жақсыны көре алатын, барлық бағытта, өмірдің барлық саласында оқып дами алатын оқушы шәкірт. Сіздің заттарға деген көзқарасыңыз немесе дұрыс көзілдірік. Қажеттілік жағдайындағы кез келген адам үшін мүмкін емес зат жоқ. Мирабо. Бодо Шефердің американдық оратор Стивен Ковей туралы бір әңгімесін айтып берейін. Ол бүкіл мемлекетті өз қойылымдарымен аралап жүрді және оны көруге ылғи көп халық жиналатын. Бір күні Ковей басқа қалаға пойызбен бара жатты. Бір аялдамада 3 баласы бар ер адам мінеді. Ер адам отырып алып терезеден ауысып өтіп жатқан пейзажды, табиғатты тамашалады. Алайда балалар өздерін жақсы ұстамады. Олар вагонда жүгіріп, айқайлап, басқа жолаушылардың мазасын алды. Ақырында балалардың бірі оратордың жанына жүгіріп келіп, аяғынан ұрып жіберді. Оратор тыныш қана орнынан тұрып, әкесінің жанына келді де, сыпайы түрде, «Мырза, сіздің балаларыңыз мына вагондағылардың мазасын алып жатыр. Сіз оларға өздерін дұрыс ұстау қажеттігін айта алмас па екенсіз?» деп сұрады. Осыдан кейін ол өзінің әдепті түрде ескерту айтқандарына көңілі толып, байсалды түрде орнына отырды. Алайда кенеттен жағдай басқа бағытта өзгерді. Әкесі біраз уақыт ештеңе болмағандай терезеге қараумен отыра берді. Бірнеше минуттардан соң ол Ковейге қарады да былай деді. «Менің балаларым сіздің тыныштығыңызды алған үшін кешіріңіз. Біз ауруханадан келе жатырмыз. Олардың анасы о дүниелік болып кетті. Мен не істейтінімді білмеймін. Мүмкін олар осы арқылы өз қайғыларын жеңер». Американдық оратор осы кезде қандай күйде болды? Қалай ойлайсыз? Ол бұл жағдайда өміріндегі ең күшті сабақ болғандығы және оны ешқашан ұмытпайтындығы туралы жазады. Біз өз күйеуіміздің барлық кемшіліктерінен, оның артықшылығын көру үшін дұрыс өмір сүруіміз керек. Бізге әйеліміздің барлық кемшіліктерінен оны жебеуші әйел бейнесін көру үшін дұрыс көзілдірік қажет. Бізге барлық кедергілер негізінде өз армандарымыз бен мақсатымызды көру үшін дұрыс көзілдірік қажет. Кейде мағынаны жағымсыз заттардан көруге болады. Егер сіз осы 4-ші деңгейде болсаңыз, 5-шіге дайын боласыз. Дәл сол 5-ші деңгейде өзгерістер болады. Өзіңе деген жаңа көзқарас пайда болады. Бұл нені білдіреді? Сіз осыны қайталап, оның мағынасын түсінуге тырысыңыз. Өзіңе деген жаңа көзқарас. Біз армансыз адам жоқ әлемде өмір сүреміз. Түбінде барлығы бірдеңеге қол жеткізгісі келеді. Бір жақсы іс істегісі келеді. Айналаңызға қараңыз. Бұл жағдайда барлығы ұқсас, алайда бізді әртүрлі ететін ерекше зат бар. Бұл өз арманыңызға сене алу қабілеті мен өзімізді сырт көзбен қарай алу мүмкіндігі. Ұқсас мақсаттары бар екі адам бар деп ойлаңыз. Олардың біреуі қалағанына қол жеткізеді, ал екіншісі жеткізе алмайды. Неге? Ол бұған лайық емес пе? Ол армандамады ма? Біз бір-бірімізден ерекше ететін не? Бұл біздің ішкі күйіміз, өзімізді жаңа деңгейде елестету. Егер сіз өзіңізге сырттан қарай алсаңыз, егер сіз өз өміріңізді өзгерте алсаңыз, армандарыңызды жүзеге асыра алсаңыз, сіздің жағдайыңыз ерекше болады. Іскер әйелге қараңызшы, ол қалай сөйлейді, телефонмен қалай сөйлеседі, қалай жүреді, оның сыртқы тұрпаты ішкі күйін көрсетеді. Оптимистер қалай ойлайды? Егер олар пойызға кешіксе, келесі пойызға ерте келдік деп ойлайды. Іскер адамдардың ерекше қасиеті болады. Бұл өзіңді қажет деңгейде көре білу, өзіңді дәулетті сезіну, жеңімпаз ретінде сезіну. Нақыл сенің өзіндік ойың.
бір көгалда жас жігіт келіп су ішіп алған соң бұлақ жанынан демалып жатқан ақсақалдан сұрайды: мұнда қандай адамдар тұрады? Ақсақал өз кезегінде жас жігіттен: ал сен келген жақта қандай адамдар өмір сүреді деп сұрайды. Жаман ойлары көп өзімшіл адамдар деп жауап қатады жігіт. Осы жерден де ондай адамдар табылады деп жауап береді қарт. Сол күні басқа жігіт бұлаққа келіп шөлін қандырып қартпен амандасып сұрайды: мына жерде қандай адамдар тұрады? Қарт жауап берудің орнына ол өзіне сұрақ қояды: ал сен келген жақта қандай адамдар өмір сүреді? Керемет адамдар, адал, қонақжай, мейірман. Маған олармен қоштасу ауыр болды. Ондай адамдарды сен осы жерден де кезіктіресің, деді қарт. Екі әңгімені де естіген бір адам: сен бірдей-екі сұраққа қалайша әртүрлі жауап бердің? Оған қарт былай жауап береді: біздің әрқайсымыз жүрегімізде не болса, сырттан да соны көреміз. Өз үйіңде таба алмаған жақсылықты ешкім сырттан осы жерден немесе басқа жерден таба алмайды. Егер айналаңызға әлдене ұнамаса, бізге бәрінен де сол құбылыс емес, біздің ол туралы ойымыз қапаландырады.